Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Ғалымжан. Бүгінгі біздің дүйсенбілік сабағымызда ең үлкен нәрсе, ең күшті жаңалықтан бастағым келеді. Өте тамаша, өте жақсы болып жатыр бүгінгі таңғы сағат 7:30-нан бері. Прямо біздің шәкірттер бірінен кейін бір күшті сұрақтармен келіп жатыр маған. Өте жақсы. Сондықтан мен сіздерге қазір бүгінгі тақырыпты айтпастан бұрын ағайындар, қош келдіңіздер. Танымаған кісілер болса, есімімді таныстырып кетейін. Есімім Ғалымжан, Астана қаласынан, Қызылорда облысының тумасымын. Бұнда біз тікелей эфирде қаржылық сауаттылық курсын оқытып насихаттап жатырмыз. Үлкен шаруа ағайындар. Біздің қазақ халқы, өзіміздің қара көздер қаржыға, оның ішінде өзіңіздің табысыңызды молайтуға қызығушылықтың осынша мол екенін маған қатты қуантады. Ерекше қуантады мені. Ынталандырады. Әр күні мен таңертең тұрған кезде осы еліме, қазағыма жұмыс жасап жатырмын, қызмет жасап жатырмын деп бір өзіме ерекше құлшыныспен кірісем ағайындар. Сіздер білсеңіздер, мына экранның телефонның ар жағында Ғалымжан, ол спокойно бір жаңағы еркін отырғаннан емес, именно сіздермен осы жұмыстың барлығында бірге қозғалып жатырмын сіздермен бірге. Бірге толқыныста, бірге тербелістемін сіздермен бірге. Бір потоктамыз, былайша айтқанда. Өте тамаша, маған өте ұнайды. Сондықтан бүгін мен өзімнің ең бірінші жаңалығымды, жақсы жаңалығымды айтайын. Бұл бізде 16-шы топ бүгін сабағын бітірді. Шәкірттер, ризамыз сіздерге. Алла разы болсын. Өте күшті, жақсы топ болды. Бұл сұрақты да көп қойған, ішінде көп нәрсені, результатты да, нәтижені де көзбе-көз көрсете алған 16-шы топ маған өте ұнады. Рахмет сіздерге. Сіздердің рұқсаттарыңызбен енді сол 16-шы топтың шәкірттерді мен атап кетейін, құттықтап жарайым ағайындар. 16-шы топ бізде жалпы саны 13 адам тәмамдаған. Бастан бастаймыз. Ең бірінші Асыл ханым Шымкент қаласынан, құтты болсын, құттықтаймын сізді. Өте тамаша. Одан кейін Бақтыгүл ханым бар, Ақтаудан. Ол кісі бізде постоянно осы жерде отырады. Ол кісі осында болсаңыз, ау деп қойыңызшы бір, мен осындамын деп. Бақтыгүл ханым, жарайсыз, өте тамаша жасадыңыз. Гүлия ханым бар, Ақтаудан. Біз екеуміз хабарластық, одан кейін ол кісіден сұрақ болмады менде. Значит, бәрі түсінікті ғой да сізге. Гүлдариға ханым Шымкенттен, осындамын дейді, тамаша. Қош келдіңіз. Ризамын сіздерге, рахмет. Гүлнара ханым бар, Алматыдан, құттықтаймын сізді, өте тамаша жасаған мысалы. Одан кейін Дархан бауырым бар, Алматыдан, тамаша, жақсы акциялар алып бастады, ол кісі де өте жақсы. Дәурен Оразалының інісі или бауыры болды, әйтеуір сол Оразалы арқылы келді бізге. Дәурен бауырым, құттықтаймын сізді, өте тамаша, керемет. Жарқын ханым бар, Өскеменнен, кешіріңіздер, Жарқын ханым Қаскелең қаласынан. Құттықтаймын сізді, өте тамаша жасадыңыздар, өте күшті жасалынды бұл жерде. Бұдан кейін Жұмабай мырза бар, Ұлытау ауданынан, өте керемет, бізге уже жекемен шығып, келесі тақырыпқа өтіп жатқан жағдайы бар. Бұл бізде қаржылық сауаттылық курсы тегін өтеді. Біздің 9 компания бойынша акция алып жататын болсақ, осының енді екінші тарауы ақылы болады. Бұның ішінде оған қарамай тағы екінші направление бізде именно Форексте, автоторговля, сол роботтармен саудаға Жұмабай мырзаның өзі де хабарласып жатқан жағдайы бар. Өте тамаша, ризамын сіздерге. Одан кейін Жұмагүл ханым бар, Астана қаласынан. Астаналықта бір жолығайық, Құдай қаласа, Алла бұйырса. Жұмагүл ханым, мен сізді лично өзім көргім келеді, кездескім келеді сізбен. Индира ханым Маңғыстау облысынан, өте тамаша, жақсы сабақ бітіріпті. Тамаша, Индира ханым, құттықтаймын сізді. Онан соң Нұржамал ханым бар, Атыраудан. Бұл кісінің сұрағы өте көп. Құдай қаласа бәріне Алла бұйырса сәттілікке жетеді деп ойлаймын мен. Онан соң Рахат мырза бар, Түлкібастан. Осындасыз ба, Рахат мырза? Балықты деген жер бар. Бұрынғы аты балықшы болатын тұғын. Біз студент кезімізде баратын жер действительно керемет енді. Погода, природасы өте керемет. Сол Рахат деген ағамыз бар, Түлкібастан. Бәріңізді бірдей, осы 13 адамды бірдей құттықтаймын ағайындар. Сәттілік болсын бәріңізге, бірдей табысты болыңыздар. Мол жақсылық болсын. Осы Рамазан айында бастап аяқтап жатсыздар самақты табақты. Өте керемет, мен сіздер үшін ризамын. Жалпы саны ағайындар 13 адам бітірді. Енді бүгін мен есебін күнде жасап жатырмын. Өзімде статистика бар мысалы. 197 адам тұғын, қазір 13 адаммен 210 адам бітірді. 21 ақпаннан бері. 2 күннің бірінде топ құрылып жатыр. Бәріңізге бірдей табыс тілеймін ағайындар. Біздің қазақтар атам заманнан біз байғалықпыз. Байлық ол қолдағы дүние емес ағайындар. Ең бірінші бұл
көңіліміздің дархандығы, жомарт пейіліміз біздің. Алла тағалам басқа ұлт білмеймін, именно қазаққа осындай кең бергенде пейілді. Аллаға мыңда бір шүкір. Аллаға мыңда бір шүкір. Сол қазақ дешті қыпшақтан келе жатырмыз біз. Ар жақтан түсінбесеңіз, ар жағында біз қанша елмен қасымыздағы көршілер бізде қанша мың тірлік дейді ғой, қанша көрші мемлекеттерден қанша зорлық зомбылық көрдік. Бірақ соның бәрін жеңіп шықтық біз. Сөйтіп бері келгенге дейін кешегі 19-20 ғасырда мысалы өзіміз Советтер одағының құрамына кірдік. Бірінші автономия болдық 24 жылы. Одан кейін содан бері зорлық зомбылық көріп жатырмыз мысалы. Аштықты да көрдік біз 33-те, 37-38-де біздің қаймағымыздың бәрін түгіл атып өлтірді, бәрін түгіл асып өлтірді. Сөйткен халық енді есін жиған кезде 10 жылда бізді ұлы отан соғысы, екінші дүниежүзілік соғысынан бір кеттік біз. Біздің қазақтар қанша адам қырылды ол жерде, қанша адам батырлығын осы жерде өзінің өжеттігін көрсетті мысалы. Сөйткен қазақтың біз ұрпағымыз қазір. 70 жыл бодандықта болдық. Шамалы санамызда бізді торлаған жағдай бар. Бір зарплатаға өмір сүру, тек үкіметке қарау деген сияқты. Соның барлығынан ада болып, енді өзіміздің еңсеміз көтеріп жатқан жағдайымыз бар. Тәуелсіз елміз біз. Егемен мемлекетпіз. Құдайға мыңда бір шүкір. Соған міне қазір қаншам адам бері қарай бұрылып жатыр да бізге. Өзіне болғанда өзіне бұрылып жатыр. Бірінші өзін танып бастады. Мына 16 топқа есінде айтып жатырмын да мен сіздерге. Міне осы жерде именно ағайындар өзінің қаржылық сауаттылығын көтеріп табысты болуға болады деген сенім кірді ішіне біріншіден. Ең бірінші сенімділік ағайындар. Мен сол қуантады да ішінде артындағы. Өте керемет. Тамаша енді ағайындар. Мынандай қаржылық сауаттылық курсын, бір апталық курсты, тегін курсты беріп жатқан кезде сіздерден қаншама қызығушылық, осынша ынта болады деп мен түсімде оны не представил даже. Өте керемет. Мен ерекше қуанып отырмын бүгін. Шамалы эмоция кетіп жатсам айып етпеңіздер, бірақ мен ішімдегі барымды айтып жатырмын да сіздерге. Дұрыс түсініңіздер, жақсы қабылдаңыздар ағайындар. Өте керемет. Күнде қандай акция алып жатырмыз? Қандай акцияны қалай алуға болады? Технический жағы. Қаншама адамға қызықтадым барлығы. Қаншама адам алдына шығып кеткен мысалы. Уже акцияны алған, біреулер басқа жақтан қателескен басқа қылған, бірақ барлығы бірдей бір жіппен әдемі дүзбен келе жатқан жағдай бар да әдемі. Мына телефонда мен бүгіндікке сенесіздер ме? Бір телефонда звондап жатқан кісілер бар маған. Телефоныма оны көтеріп жатқан жағдайым жоқ. WhatsApp-тан звондап жатыр. Біреуін алам, біреуін көтере алмай жатқан жағдайым бар. Соншалықты адамда движение болады да қанша. Мен осынша құлшыныс болады деп ойламаппын мен. Сондықтан мен тағы да бір айтып кетейінші ағайындар. 16 топ маған ерекше ұнады. Бәріңіз бірдей жақсысыздар, бірақ оны бітіріп жатқан топ мына именно маған бар ғой, өте ерекше маған құлшыныс келтірді өз өміріме. Асыл ханым Шымкенттен құттықтаймын сізді. Бақтыгүл ханым Ақтау қаласынан жарайсыз, өте керемет Бақтыгүл ханым. Гүлия ханым Ақтаудан құттықтаймын сізді. Гүлдариға ханым Шымкент қаласынан молодец, өте жақсы, тамаша. Гүлнара ханым Алматыдан, Гүлнара ханым тамаша, құттықтаймын сізді. Үлкен шаруа жасадыңыздар сіздер. Дархан мырза Алматыдан өте жақсы. Дәурен мырза Алматы қаласынан өте жақсы жасады, мысалы, действительно керемет. Жархан ханым бар Қаскелең қаласынан. Рахмет сізге, Алла разы болсын, тамаша. Онан соң Жұмабай мырза бар Ұлытау облысынан, біздің Жезқазған облысы бұрынғы Қарағандыдан келеді. Одан кейін Жұмагүл ханым бар Астана қаласынан, тамаша, жарайсыз. Индира ханым бар Маңғыстау облысынан, өте жақсы. Нұржамал ханым бар Атыраудан, Атырау қаласынан, өте тамаша, керемет еді. Одан соң Түлкібас ауданынан Түркістан облысы Рахат ағамыз бар. Құттықтаймын бәріңізді бірдей. Табысты болыңыздар ағайындар. Мен сіздер үшін қуаныштымын, өте керемет. Так, енді сабаққа кірісеміз ағайындар. Маған келіп жатқан сұрақтар бойынша жауап берем. Ортасында сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Үлгеріп бәріне бірдей мен сұрақ қоюға тырысамын, Құдай қаласа, Аллах бұйыртса. Так, бізде 4-ші топтан келіп жатыр емес па? 4-ші қашан бізде бітіріп кеткен мысалы. Ол кісі сатып алуға кірген кезде міне Әсем ханым осы жерде болатын шығар, Шымкент қаласынан сатып алуға кірген кезде төбесінде лимит тапсырысы және нарық тапсырысы деген тұр. Соның қайсысын таңдаймын дейді. Нарық тапсырысын таңдайсыз. Қазақша болса, мысалы сізде Народный банк мобильный приложениесі, ішінде қазақша болса нарық тапсырысын таңдайсыз. Орысша оқыған кісілерге айтайын, бірінші лимитный тұрады және рыночный тұрады. Соны именно рыночный ценамен сатып аламыз біз. Лимитный сатып алса болады, бірақ кейде күтіп қаласыз сіз. Күтіп қаласыз кейде. Сондықтан именно рыночный жаңа базар бағамын аласыз да, именно алатын акцияңызды. Жауап бердім да. Так, жазып қойдық.
Гаухар ханым жауап беріп тұрған. Так, 4-ші топқа жауап бердік. Одан кейін 20-ші топ. Так, 20-ші топ біз как раз Марат мырза өте жақсы сұрақ қойды бізге. Мына мен оқып беремін, Марат мырза. Бәріңізге бірдей қатысты нәрсе ағайындар. Марат мырза мына жерде ассалаумағалейкум, уалейкум ассалам, сөйтіп Қазақ Телекомның 3 бірдей акциясын көрсетіп отыр. Мен сіздерге көріне ме, көрінбей ме білмеймін, міне. Көрініп тұр ма? Қазақстанда именно Қазақ Телекомның 3 бірдей, үшеуі де бірдей неде касседе тұр, Қазақстан қор биржасында. Осының айырмашылығын айтып беріңізші деп маған жауап берді. Бүгінгі стримде жоғарғы көрсеткіштердің айырмашылығын айтып кетсеңіз, яғни Қазақ Телекомның 3 позициясы бар, әлде индекс дейміз ба, және оны әріптерсіз деп тұр жазып қойған. Өте тамаша сұрақ. Ағайындар, бұл бәріңізге бірдей, именно осы фондовый биржада кіріп жатқаннан кейін ол нәрсе сіз білулеріңіз керек. Мысалы, Қазақ Телекомның бірінші тұрған акциясы бағасын айтып жіберейін сіздерге 34.466 теңге. Тикеті КЗТККСЕ. Бұл қандай акция? Бұл простые акция. Ағайында бізге инвесторға именно простые акция нужны. Бұл простые акция, біз осыны аламыз. Именно бай кісілер, именно инвесторлар именно простые акция алады. Хабарларыңыз болсын. Бұл бізге міндетті түрде осы жоғарыда тұрған именно осы Қазақ Телекомның 34.466 болса, мен бұл Қазақ Телекомды қарап жүрген біраз уақыт болды ағайындар. Құдай қаласа біздің топқа сабаққа кірісетін боламын 10-шы акция қылып. Өйткені барлық жағынан көрінді, көрсетті, маған өте жақсы келе жатыр. Тем более біздің телекоммуникациядағы единственный монополист. Түсінікті ғой да ол. Монополист болғаннан кейін ол міндетті түрде басқа жағдай жоқ. Так, екінші мына жерде Қазақ Телеком КЗТКП, одан кейін КСЕ деп қойған. П әрпі кіші әріппен жазылған болса, бұл привилегиясы бар акциялар. Оша привилегированные акции. Бұл жаңағыдай простые акция емес, бұнда именно өзіне қойып қойған проценті бар, минимальный процент береді. Мысалы барлық бірде инвестор рисковать не хочет, именно осы жерде өзінің осындай маған минимальный процент қойып қойсам, мен соны ғана аламын деп шығарғандағы акциясы, выпуск акции. Сондықтан бұны алсаңыз да болады. Бірақ мен именно өзім таңдар едім, өзіме деп айтатын болсам, мен именно простые акция дұрыс, табыстылығы жағынан. Осы жерде түсінікті ғой да. Одан кейін соңғысы Қазақ Телекомның КЗТКД кіші әріппен и КСЕ деп қойған. Бұл депозитарный расписка ағайындар. Депозитарный расписка бұл қате емес, бірақ бұны в основном именно корпоративный клиенттер алады. Үлкен организациялар алады бұны. Депозитарный распискалар көп жерде, мысалы, ол доллармен көрсетіледі, бұл жерде Қазақ Телекомдың теңгемен тұр. Сондықтан депозитарный распискаға қажет жоқ бізге кіріп. Бізге ең қажеттілігі, Марат мырза, осындасыз ба? Қазақ Телекомның именно простые акция 34.466 теңгеден акциясын алғаным жақсы. Қазақ Телеком өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Бұл дивидендті беріп тұрған компания жылына береді. Өзінің жұмысын осынша уақытта бәріңіз бірдей көрдіңіздер. Марат мырза, осындай екенсіз ғой, өте жақсы. Сондықтан Марат мырза, сізге Алла разы болсын, өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Мен бұны білемін, мысалы, бірақ маған жұрттар да білетін шығар деп жүргенбіз. Оказывается, бұл сұрақтың шыққаны жақсы болды да. Осы арқылы, сіз арқылы, Марат мырза, қанша адам, 47 адам естіді. Бір Народный банктың халық инвест дочкасы именно брокерінде Қазақстан қор биржасында именно касседе Қазақ Телекомның 3 акциясы бірдей қатарынан тұрғаны, и ол әр акциясын жіліктеп бөліп айттық. Сондықтан мен сіздерге претендую ұсынып отырған именно Қазақ Телекомның простые акция, жай акцияларыңыз алған жақсы. Жай акциялардың доходынысы жақсы ағайындар. Түсінікті ғой да? Марат мырза, тағы да сізге айтамын, рахмет. Тамаша болды. Алматы қаласынан Марат мырзаның біз сұрағына рахмет айтамыз. Өте тамаша. Так, бұл 20-ші топ ағайындар. Так, одан кейін бізде 21-ші топ келе жатыр. 21-ші топта біз бүгін как раз не қылдық? Біздің Каспий банктың доллармен акциясымен Қазмұнайгаз акциясын алдық. Қалай болып жатыр ағайындар? Доллармен ала алдыңыздар ма? Алған жағдай болды ма? Алған кісі болды ма? Сұрақтарын қойып отырсаңыздар. Мен тағы да бір айтып кетейін. Каспий банктың бұл біздің жаңағыдай алғашқы біздің Қазақстандағы банковский секторда, мысалы ше, үздік 3 банк бар. Біреуі Народный банк, екінші банк Центркредит, одан кейін Каспий банк. Осы үшеуі ғана. Сол именно Каспий банктың акциясы бұл жақсы көтеріліп жатыр. Бағасын да көріп отырсыздар да, қанша болып отырғанын мысалы. Бүгінгі баға, мен бүгінгі таңғы бағасын ашып тұрып көріп айтып жібердім сіздерге. Бірақ қазір бағасы өзгерді. Егер мүмкін болса қарап жүрсеңіздер күшті болар еді. Каспий банктың акциясы доллардағысы 134,20 цент тұғын таңертең сағат 7:30-да.
ол қазір сағат 11:30-дан бері ол бағасы көтерілді или түсті. Мен сіздерден білгім келеді. Қалай болды? Алдыңыздар ма? Алсақ қалай алдыңыздар? Енді алмаған кісі болса мен түсіндіре берейін. Бұл қалған кісілерге де жақсы сабақ болады ағайындар. Қалай дейсіздер ғой? Каспи банктың акциясында мысалы өзіңіздің счетыңызды толтырғаннан кейін, Каспи банктың акциясы, қарапайым акциясын займдар жабылатын рас па дейді. Керемет, тамаша. Білмейді екем, бірақ естейік. Мен жазып қоймын. Сұрағыңыз өте тамаша. Кім бұл кісі жатқан? Ақтоты ханым да. Маған сұрақ қоясыздар, мен әрі қарай оны Ақтоты ханым мен жазып қояйын мені. Ақтоты ханым, так, займдар жабылады. Мен естіп тұрғаным осы? Рас па? Тамаша. Сұрақты қойдыңыз, біз оларға жауап береміз, құдай қаласа. Аллахым бұйыртса. Так, сонымен именно Народный банктың мобильный приложениесі именно халық брокерге, халық инвестке кіргеннен кейін ең біріншіне пополнить тұрады. Одан кейін не? Одан кейін перевести деген тұрады. Одан кейін не тұрады? Именно біз айтып отқан жаңа ауыстыратын конвертация тұрады мысалы. Сол конвертацияның ішінде доллар тұр, евро тұр, фунт стерлинг тұр және российский рубль тұр. Сол доллар таңдайсыз да өзіңіздің инвестшоттағы ақшаңызды, мысалы 60 мың деп грубо айтып қояқшы, сол 60 мыңды сол конвертация арқылы долларға ауыстырасыз. Ішіндегі внутренний обмен валютой. Кәдімгі Народный банктың курсы мен Народный банктың курсы всегда ол ыңғайлы, выгодный курс бізде. Народный банк ол біздегі, тағы айтайын, Қазақстан банк системасының авангарды, лидері. Сондықтан ол жерде курс постоянно әдемі тұрады. Түске дейін жасап қойсаңыз тіпті жақсы. Сағат ровно 2-де курс ауысады ағайындар. Именно Народный банк ауыстырады, сіздерге лайфхак болсын. Одан кейін қалған банктар ауыстырады тұр ғой. Сағат 2-де Народный банк обмен ауыстырады уақытын. Неге дейсіз ғой? Национальный банктың, біздің ұлттық банктың, Қазақстан ұлттық банкының қойып қойған именно обменный курсы бар. Сол курсқа, егер на курстан, именно сол уақытқа дейін келу керек. Казкомнан да, БТА-дан, БТА-ның уақытында, одан кейін жаңағы Нұрбанктың ішінде мен ауыстырған кезде именно Народный банктен барып білсеңіз тестейсің да. Біріншіден постоянно ақша бар онда, доллар ауыстырған кезде, и одан кейін именно курсы выгодный Народный банктың. Сағат ровно 2-де тексеріп көріңіздер, ағайындар. Обменный пункттен барып көшедегіден алғаннан гөрі Народный банктен ровно сағат 2-де уақыт ауысады. Или қымбатқа, или арзанға. Народный банктен. Ал сатып алатын болсаңыз, обменниктердің бәрінде бірдей жасап жатыр, без проблем. Бәр жерде курстар 1-2 теңге ойнайды, қатты емес мысалы. А именно доллар сатып алатын кезде, именно Народный банк жақсы. Так, сондықтан именно конвертация жасап алғаннан кейін, болды, ар жағында көпейді дейсіздер, долларға Каспи банктың акциясын аласыз да қоясыз. Сонымен маған жазған адам бар ма? Каспи банктың бүгінгі курсы қандай болды доллардағы? Көрсеңіздер жазып жібересіздер ма, пожалуйста? Кешегі курсы 134-те 20 болған, кешегі аптадағы. 134-те 20. Жазып жатырмыз, е? Так, хорошо. 21-ші топ кеттік. 23-ші топта сұрақ қойып жатыр маған. Так, Майра ханым сұрақ қойып жатыр, WhatsApp-тама дейді. Қайырлы күн, Майра ханым. Біз TikTok-та тікелей эфирде отырмыз. TikTok-та сабақ күнде, сабақ талқылау сағат 13:00-де TikTok-та болады бізде. Сілтемесі TikTok-қа жоғарыда тұр как раз. Так, криптовалютаны пайда табуға бола ма? Болады. Өте жақсы сұрақ. Болады. Ол бірақ бүгінгі тақырып емес ағайындар. Мен Каспидің депозитарийін алып қойыппын. Бұл сізде екінші адам, бізде Жадыра ханым алып қойған тұғын. Ничего страшного нет. Ештеңе жоқ. Ол да солай өседі, ештеңе жоқ. Бұл не? Сәлематсыз, бұл не дейді? Саламатсыз ба? Бұл Қазақстан қор биржасында біз өзіміздің күнде көріп жүрген банктеріміздің акциясын сатып алып бастап жатырмыз. Қаржылық сауаттылық курс болып жатқан. 131-де 91 дейді Самал мырза. Менде қарай. Самал аға, ассалаумағалейкум, қалайсың, жағдайыңыз, денсаулығыңыз жақсы ма? Өте жақсы. Каспидік арзан болып тұр екен ғой. Түстен кейін алып қалсаңыздар болады. Өте тамаша. Каспидік арзан болып тұр. Уағалейкум ассалам, қалай жағдайыңыз, амансыз ба? Біраз болды сіздің жағдайыңыз шықпаған. 22-ші топтан шығып жатыр. Так, 23. TikTok-та жоқпын, қалай көреміз дейді. Шакия ханым айтады. Шакия ханым, қайырлы күн, қалайсың, жағдайыңыз, денсаулығыңыз жақсы ма? Біз TikTok-та сабақты осы жерде береміз, прямой эфирде. Бізде қазірдің өзінде 39 адам қарап отыр сабаққа бүкіл шәкірттер. Сондықтан TikTok-та именно осы сабақ үшін жасап алып, жаңағы жүктеп алып, одан кейін қарасаңыз болады сабақтан. Жақсы ма?
Так, 23-ші топ. Бұл бізде жаңадан көріп жатқан топ, сондықтан көп нәрсесін білмейтін шығар. Так, мына жерде пропущен біреуге кісі жасап жатыр мына. Бүгін бізде 22-ші топқа Народный банк пен Центркредиттің акциясын алуды ұсындық. Как раз Народный банк Центркредит плюс дейді. Ержан мырза, жарайсыз. Рудныйдан керемет, тамаша. Бұдан кейін именно Бақытжан мырза Абай облысынан Народный банк Центркредиттің акциясын алған. Тамаша, құттықтаймын. Алла берекесін арттырсын сізге. Тамаша. Так, бұдан кейін Сәнім апай бар. Менің апам Алматы қаласынан Халық банк пен Центркредиттің акциясын екеуінде бірдей алған. Іштеріңізде ағайындар, Сәнім апай пенсионер кісі. Одан көбісі барда шығар пенсионер, бірақ одан жасы отырған ше. Егер пенсионер кісілер осыны істеп жатса, пенсионер кісілер сіздің қолыңыздан тоқтап келеді да. Маған уақытында, осыдан 2 апта бұрын шығар, Каспий Голдтан Народный банкқа қалай аударатын білмеген апамыз звондаған. Сіздер білесіздер, Народный банкте де, біздің Каспийде де, мысалы, демонстрация экраны деген жоқ. Мысалы, сіз WhatsApp-тан звондадыңыз ба осылай? Видеозвоноктан кейін демонстрация экраны деген бар. Сол жерде мен оны көрмей тұрып айттым да, бәріңіз білесіздер, мысалы. Осы жерде отырған бәрі Каспий Голдтан Народный банкқа аударылады, мысалы. Там другого карты банка деп көрсетті. Сол жерге жаңағы өзіңіздің картаңызға өзіңіз алатын кезде нөмірін отырып жазғаннан гөрі QR-ге мен түсірген жақсы ғой, мысалы, оңай. Сол QR-ды көрсете алмаймын ана кісіге. Апай, QR-ды қосыңыз десем, ана кісі жеткізе алмаймын, апай ма. Не қылдым? Жаңағы кісіге айтамын, нөмірдің карточкасын 16 цифрды бәрін қолдап деп шықты ғой. Өйстіп істей алмайтын кісі бар. Менің шешем істей алмайды әлі күнге дейін. Жаңағы Центркредит Народный банктың акциясын алып отқан, менің де анам солай істеп отыр да, бірақ ол кісі де Каспий Голдты білмейді. Мен айтпағым бұл жерде білмейді деген нәрсе емес, бұл жерде. Бұл қателік емес, ағайындар. Осындай кісілер істеп жатса, бұл акцияны сатып алып жатса, значит сізге де керек деген сөз да бұл. Так, дальше кеттік. Гүлшара ханым Атыраудан хабарласып жатыр. Қайырлы күн, мен бірінші рет неден бастау керек дейді. Неден бастағанда біз тапсырма беріп қойдық, не қиындығы бар? Мен түсінбедім. Айтам мырза, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Тамаша, тамаша. Қағаз сатып аламыз дейді. Қандай қағаз құны саны деп тұр дейді Айтам мырза. Осындасыз ба, Айтам мырза? Осындасыз ба? Так, Сәнім апайым хабарласып жатыр маған. Болған істейміз бұны. Гүлшара ханым дейді. Сәнім апай, Гүлшара ханым, бәріміз осындамыз, тиктокта тікелей эфирдеміз. Сабақ басталды уже, басталады емес, басталды, осындамыз, сабақтамыз бәріміз. Жақсы. Так, бұл 22-ші топ. Тиктоктан таба алып жатырмын дейді. Так, бұл кісіге біз не істейміз? Ссылкасын 23-ші топқа ссылкасын жіберу керек. Ағайындар, күнде сағат 1-де мен осы жердемін. Сабақты бітіріп кеткен кісі болса да, бұрын көрмеген кісі де ешқандай қиын ештеңесі жоқ. 23-ші топ. Ссылканы бір жасап қойдық, мен каждыдан күнде тасып керек жоқ та мұны. Майра ханым, осы сілтемемен кіре аласыз тиктокқа. Код қазына деген менің логинім, как раз Ғалымжан Дүкенбаев деп шығып тұр, как раз ішінде адамдар қарап отыр сабаққа. 23-шіге кісі қосасыз ба дейді. Бақтығұл ханым, 23-ге қоса алмаймыз, уже 24-ші топ, 23 топ қалып бізде. Олар уже 2-ші күн сабағын оқып жатыр. Өзіңіз айтқанда, тура өзіңіз сияқты, бірінші күн бізде қаржылық мақсатты қою керек болды, одан кейін екінші күн банк Центркредит пен Народный банк еді ғой, ол сабақтарды оқып жатыр, ол кісі кешігіп қалады. Сондықтан маған жекемен жазып жіберсін, мен ол кісіні 24-ші топқа қосамын, Құдай қаласа, Алла бұйыртса. 24-ші топтан да бізде уже ол жерде жиналып толып қалды, Құдай қаласа. Бұйырса, уже 25-ші топты жасақтаймыз. Сондықтан да мына нәрсе маған керек екен, Народный банктың Каспийдің акциясын алып үйренемін, ол не нәрсе, акциясы бағасы осынша тұра ма деген кісілер болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Менің WhatsApp нөмірім 877-222-9498. Енді сұрақтарыңыз қоя беріңіздер, ағайындар. Қандай сұрақтар бар? Мен жаңа мына жерде қарап отырып көп сұрақтарға қарай алмай қалдым, ренжімейсіздер. Не сұрақ бар? Қаржылық мақсат туралы қойылған сұраққа бүгін тапсырма көп адам жасап жатыр. Қуаныштымын. Ол ешқандай сұрақ қоймай бәрі бірде өзінің мақсатын жазып жатса өте керемет. Бірақ тағы да айтып кетейін, ағайындар. Қаржылық мақсатты құрғанда 1 жылға, 2 жылға, 5 жылға дегенде сіздің общий өмірдегі өмірлік мақсатыңыздың барлығын бірдей топшылап 10 мақсатқа сыйдыруыңыз керек. Ал ол мақсат қайдан шығады? Ол мақсат бізде қаншадан іште қанша ойымызда арманымыз, мақсатымыз бар ғой біздің. Қанша кішкентай кезден келе жатқан. Соның барлығын қағаздың бетіне түсіріңіз бірінші.
Бірінші қазақ қағазын бетіне түсіріңіз. Ол 100 болуы мүмкін, 200 болуы мүмкін, 300 болуы мүмкін, 400 болуы мүмкін. Адамның басында 50 мыңнан 60 мыңға дейін күнде ой кіріп шығады. Бірақ біздің ішімізде қалған мақсат, ішіміздегі арман, тілегіміз барлығы бар ғой, іште жиналып тұр ғой барлығы. Ескірген жағдай. Зайымды айта алмаймын, Ақтоты ханым, мен сіздің сұрағыңызды жазып алдым. Ол зайым сізден ғана естіп отырмын. Құдай қаласа, осы жақын күндерде мен сізге жауап беремін оның. Жарай ма, Ақтоты ханым? Мен зайым сізден естідім. Міне, сіз маған сұрақ қойдыңыз, мен сізге жауап беремін міндетті түрде. Жақсы ма? Сондықтан бұл мақсатты жазған кезде күнде 10 мақсат жазып бастайсыз. 10 мақсат міндетті түрде болу керек сізде, ағайын. 10 мақсат сіздікі. 10 мақсат және қатып қалған нәрсе емес, ағайындар. Бір айдан кейін, мүмкін 20 күннен кейін сіздің мақсатыңыздың, өзіңіздің мақсатыңыз өзгеріп бастайды. Өйткені сіздің күнде өзіңіз өзгеріп жатсыз ғой. Сізге тіркелдім ағай дейді. Өте тамаша. Ақтоты ханым, танып отырмын сізді. Әрі қарай мына нені, мысалы, айтып отқанда, мысалы, мақсаттан кейін барып осы жаңағы айтып отқан акцияларды алатын болсақ, бізге ыңғайлы болады. Уже біздің алдымызды білеміз да, бақытымызды. Сұрақ қойып отыр маған. Гүлсім ханым, саламатсыз ба? Локальный салған акцияны рыночныйға ауыстыруға бола ма? Байқамай кетіп қалып дейді. Локальный дұрыс. Біз Қазақстан локальный, біздің международный емес, именно локальныймен қалып отырмыз мысалы. Жақсы ма? Рыночный ауыса береді. Бұл бізде по умолчанию тұр. Народный банктың мобильный приложениесі өзі неғып жатыр? Қазір обновление көп жасап жатыр. Менің өзім 2-3 көріп қойдым мысалы. 22-ші топтан маған звондап жатыр групповой. Вообще групповой звондаған дұрыс емес, ағайындар. Тем более тікелей эфирдің ішінде. Дұрыс емес ол нәрсе. Сондықтан локальный қалған дұрыс по умолчанию. Международныйда уже біз американский, российский, европейский акцияларды аламыз. Ол басқа ақылы, біздің басқа курста. Біздің өзіміздің бесплатно осы акциялардың өздері, Қазақстан банкінің өзі әдемі. Қазақстан акцияларының өздері өте жақсы жұмыс жасап жатыр, ағайындар. 23-ші жыл Қазақстан қор биржасы 44% табыспен шықты. Өте керемет. Бұл Қазақстандағы бүкіл компаниялар бірге көтерді деген сөз да, ол деген. Қазақстан қанша кризис дейміз, басқа дейміз, бірақ біз даму үстіндеміз, ағайындар. Өте жақсы. С чем и вас поздравляю. Құттықтаймын сіздерді, ағайындар. Сізбен біз қазір сол экономикаға көмектесіп жатырмыз да. Ол арқылы ол компания көтеріліп, мысалы, сол Народный банк, сол Кселл, сол Қазмұнайгаз көтерген кезде, оның арқылы біз өзіміздің табысымызды көтеріп жатырмыз. Байқадыңыз ба? Өзіңіздің үлесіңізді байқадыңыз ба? Қанша нәрсе істеп жатырмыз біз қазір. Акцияны қалайша туған болады деген сөз бар ма? Акцияны қалайша туған болады? Туған болады деген қалай екен? Сатуға бола ма? Сатып алуға бола ма? Алуға бола ма? Сөзіңізді түсінбедім сіздің. Қайдан жазып беріңізші маған. Жақсы. Так, дальше. Жаңыл ханым жазып жүрді. Жаңыл ханым, қайырлы күн, қалай жағдайыңыз, денсаулығыңыз жақсы ма? Осы кісі маған жазып жіберсін жекеме. Басқа топқа түседі бірақ ол кісі. Жақсы ма? Осы телефон нөмір маған жазып жіберсін. Одан кейін ол кісінің аты жөнін, қаласын, тұратын ауданын біліп алғаннан кейін барып мен ол кісіні жазамын, мысалы, ше, ағайындар, рахмет. Мысалы, Жаңыл ханымды мен сіз өзімнің техникамды көрсетейін, мысалы, сіз маған топқа жаздыңыз ғой, WhatsApp нөмірге жаздыңыз ғой. Сол кезде мен сіздің атыңыздан, менің есімім Ғалымжан, Астана қаласынан деймін да, сіздер бәріңіз білесіздер. Бізге шәкірт болып келген кісілер бар. Одан кейін сіздің есіміңіз кім болады, қай қаладан боласыз деп сұрақ қоямын. Сондықтан келген адамды сол сұрақпен бір келсең, мысалы, мен Жаңыл ханымды айтып отырмын жағдайында. Менің есімім Ғалымжан екен, ол кісі біліп келе жатыр Ғалымжан екен. Мен өзім атын таныстырып, өзім Астана қаласынан екенімді айтқаннан кейін сізге де сол сұрақ қойылады да. Менің есімім Жаңыл, қайдан? Тараз қаласынамын деп сұрақ қойған, жауап берген кезде мен Жаңыл Тараз акция деп телефонға тіркеп қоямын. Тұрмын, жеңіл. Сондықтан ойларыңызда болсын нәрсе. Так, крипто жайлы айтыңызшы дейді. Крипто бүгінгі темамыз туысқан көкем сол. Криптоның темасы үлкен, ол бір күнге бір сағатқа жетпейді сізге және. Рас ма? Мен бастан бастап үйренгім келеді дейді. Өте тамаша. Бұл кісі кім? Гүлнар ма, Гүлхан ба? Басынан бастап үйренгенде сіз сабақта барсыз ба? Сабақта бар болсаңыз, келіңіз, пожалуйста, сабаққа қатысып. Ассалаумағалейкум, ассалам. Так, Мария ханым, Ғалымжан мырза, қаржы мәселесін үйретіп жатқан сізге мың алғыс, жақсы бастама дейді. Алла разы болсын. Сізге рахмет осы сабаққа келіп жатқан. Сізге Алла разы болсын. Тамаша. Баршамызға болсын, ағайындар. Бұл Рамазан айында үлкен бір жақсы нәрсе істеп жатырмыз. Сіздің өзіңіз оталып өзгеріп жатсыз, мысалы. Бұл жерде Нариман деген ағам бар менің. Осы жерде бар жоғын білмеймін ол кісінің. Біздің Астана қаласына жақын жерде Қабылбай батыр жерде тұрады. Өте керемет. Сабақтың бәрін күшті орындайды, барлығын бірдей на отлично істейді ғой кісі еще. На отлично. Үлкен кісі, әйел екеуі қосып жатыр сабаққа. Так, мен де басынан бастап үйренгім келеді дейді. Так, Гүлшара ханым, сіз оқып жатсыз ғой бізде.
енді тіркеліп отырмын дейді. Жақсы, өте жақсы. Одан кейін мен де басынан бастай қалай болады екен дейді. Сіздер сабақ оқып жатқан жоқсыздар ма қазір? Сабақ оқу деген ағайындар, егер сіздер бұрын жаңадан келіп жатсаңыздар түсінікті. Мен сізді топқа қосам да күнде осылай сауаттылық курсының сабақ талқылау осы жерде болады. Ал енді біз ескіден келе жатсаңыз ешнәрсесі жоқ. Біз сізге бірінші күннен бастап бірінші күн сабақ жаңағыдай біздің теориялық сабақ болды, одан практика кетті ғой мысалы. Сол практика сабақтардың барлығы сабақта тұр. Сіз группадан шығып кетпесеңіз болды. Сол сабақтарды просто қайтай бересіз бізбен бірге. Түк те емес. Мен бүгін қосылдым дейді. Жоғарыда бір кісі жазып жіберді, оқи алмай қалдым. Хорошо. Астана тұрады, офлайн жоқ па мырза дейді. Офлайн жоқ бізде ағайындар. Қалжан мырза, маған халық банк отказ берді, онда не істеуге болады, не істеуге болады дейді. Отказ берсе ничего страшного нет. Ол сіздің кредитіңізге байланысты халыққа қатысты болуы мүмкін. Олай болатын болса Freedom банкты білесіз ғой. Сол Freedom банктан үйде телефонмен отырып онлайн карточка заказ бересіз. Онлайн карточка заказ бересіз. Сөйтіп карточкасы келеді сізге, кәдімгідей курьер алып келген кезде удостоверениемен бірге отырып суретке түсесіз. Одан кейін сіздің жаңа телефоныңызға сообщение жібереді. Жестко. Не әйеліңізге, не балаңызға бермейді, тек өзіңізге береді мысалы. Сондықтан осы нәрсеге жасап алсаңыз, оның мобильный приложениесі бар, как раз Freedom банктың. Именно акция сатып алғанға. Онда да осы акциялар тұр ағайындар. Теңгемен де доллармен де алатын жағдай бар. Енді Народный банкті біз Қазақстан үшін алдық. Біздің Қазақстан халқына Народный банк дегендей тұр. Өйткені Қазақстанның барлық бұрышында, барлық облыста бар, барлық аудан орталықтарында тұр. Және аудан орталығының ішінде барлық бөлімшесі емес ағайындар. Именно барған кезде Каспий голдта алған кезде карточканы моментально аламыз ғой. Сол сияқты именно аппаратты болған дұрыс. Кеше қойдық, қазір 23 топтан қойды маған сұрақты. Именно сол карточканы алатын кезде керек та бұл нәрсе бізге. Карточканы алғаннан кейін бар мобильный приложениесін скачать. Мобильный приложениесін скачаттаған кезде ғана сіз осы акцияларды ала аласыз. Ішінде бонусный картаға бізде кіріп жүрмеңіз ағайындар. Жақсы ма? Қазмұнайгаз акциясын алатын болсақ, договорға отырамыз ба, қалай болады? Жоқ. Қазмұнайгаздың акциясы сол Народный банктың ішінде, Халық Инвест деген брокердің ішінде тұр. Халық Инвест деген бұл Народный банктың дочкасы, дочерный предприятиесі. Ол жерге біріне кірсеңіз, Қазақстан қор биржасында қанша акция тұр, барлығы бірдей бір қордың ішінде тұр, бір брокердің ішінде. Өте жеңіл істеп қойған ғой. Телефон нөмірі айтыңызшы: 8707 222 04 98. Ағайындар, жазып жібересіздер ме телефон нөмірді мына кісіге? Акция қалай алып сатуға болады? Сатуға болады. Содан түскен ақшаны қалай карточкаға отырады? Проблема жоқ. Егер сіз 10-20 акциясын алып қойсаңыз, мәселен, Народный банктің алып қойсаңыз, мысалы, как купили, так и можете продать. Продать деген кнопка тұр, соны бассаңыз болды. Аржағында бір ғана акциясын алып қана сатыңыз, ағайын, бәрін емес. Мен вообще қайта сатуға, жаңадан пайда көруге бір ай оның үстіне 10%, 20%, 50% түсті деп сатып жібергенге мен қарсымын өзім. Сондықтан сізге айтып отырмын, бір рет тексеріп көрсеңіз болады. Продать деп бір ғана акциясын сатсаңыз, қайда келіп түседі? Свободный деньги деген түседі. Свободный деньги түседі. Сол свободный деньгиден просто мына жерде кірген кезде тұр ғой, мысалы, пополнить деген, соның қасында перевести деген бассаңыз болды, өзіңіздің карточканың нөмірі шығады, соны аудара саласыз без комиссии. Түсінікті ма? Түсінбей қалдым десеңіз, қайтадан жауап берейін сізге. Қайтып берейін. Просто свободный деньги түседі. Продать деген кезде жаңағы свободный деньги түседі. Бос ақша деп айтама қазақша қалай. Содан аржағында перевести деп бассаңыз, өзіңіздің карточканың нөмірі шығады, соны аудара саламыз. Жақсы ма? Бірақ ни в коем случае просто өзіңіз тексеріп көру үшін ғана сатасыз. А бұл акция біз ала алмай жатырмыз қайта ағайындар. Просто выводын тексеріп көрсеңіз болса, пожалуйста, акция деген бұл именно құнды қағаздар, бұл самый ликвидный товар ағайындар. Қазақша айтқанда тез сатылатын товар. Сіздің жаңағы үйіңізде, машинаңызда бұлай тез сатылмайды. Акция тез сатылады. Қалай сатып алдыңыз? Мысалы, 2 сағат пен 3 күннің ортасында келеді дейміз, мысалы, акция сатып алған кезде. Тура сол сияқты 2 сағат пен 3 сағаттың ішінде сатылып кетеді ол. Тем более Народный банк вообще как горячие пирожки кетіп жатыр қазір бізде. Арзандап тұрған кезде наоборот алып қалыңыз оны. 210 теңге ма бүгін? 213 па? Бір акциясы бар Народный банктың. Өзіңіз ойлаңызшы, Народный банк 100 жылдан артық тарихы бар мысалы. Соның бағасы 200 теңге. Әлі недооцененный, әлі бағаланбаған да таза. Сондықтан қазір арзандап алып қалған кезде, бұл енді өйткені Народный банк қайда тұр? Американский рынокта тұр қазір бізде. Американецтер мысалы, Investing.com именно соған кеше айтып отыр, мысалы, 278 теңге болады деп отыр бір акциясы. Теңгемен санағанда. Бұл не өзі, не акция, қандай сабақ дейді. Қайырлы күн, қалай жағдайыңыз? Менің есімім Ғалымжан, Астана қаласынан, Қызылорда облысының тумасымын. Біз өзімізде қазақтар үшін осы жерде өзіміз ғана бөтен емес не істейміз, қаржылық сауаттылық курсын өтіп жатырмыз қазір.
қаржылық сауаттылық курсында біздің именно өзіміздің Қазақстанда өзімізді күнде көріп жүрген компаниялар Казмунайгаз, Кесел, Народный банк, Каспий банк, Банк Центркредит, Казатомпром сияқты компаниялардың акциясын сатып алып үйреніп жатырмыз. Жақсы ма? Да, керек деп жатсаңыз, менің телефон нөмірім WhatsApp-қа жазып жіберіңіз, мен сізді топқа қосам, бір апта тегін оқисыз. Тағы да айтып жатамын, тегін оқисыз. Қажет қайтып сұрайды мен өйткені. Так, хорошо. Так, сәлеметсіз бе? Акция алған соң одан пайда сатқан кезде ғана көреміз бе? Сатпасақ жай тұрады ма? Өте жақсы сұрақ. Тамаша сұрақ, керемет. Бірінші, бұл акция не үшін алып жатырмыз деген бірінші басыма келейік. Мысалы, біздің ақшамыздың барлығы ай сайын тапқан табысыңыз бар, иә? Жалақы, пенсия, саудадан тауып жатқан ақшаңыз бар. Соның барлығы 100% кетіп жатыр. Су болып кетіп жатыр унитазға. Түсінікті ғой да? Енді соның хотя бы деп отқаным сол 10%-ын өзіңіз сақтап қалсаңыз, Қазақстандағы 22% бұл инфляцияның деңгейі біздегі. 22% бұл официальный статистика ағайындар. Ол 22% емес екен, білесіздер. Өйткені баға деген құдайдың құттығын қымбаттап жатыр. Продукттан көріп отырсыз, дұрыс па? Сол 22%-дан жоғары сіздің алған акцияңыз бірінші сізді ең бірінші табысыңыз инфляциядан қорғап қалады. Жинақтап қалған кезде. Одан кейін сіз оған акция алдыңыз ба? Акцияның уже бағасы өседі. Акцияның құны өседі бір уже. Тамаша, иә? Құн өскеннен кейін ол компаниялар еще жылына бір рет бізге не береді? Дивиденд береді. Компанияны сіз Народный банктың за то, что акциясы сатып алған үшін, Народный банк сіздің өзінің бизнесінен тапқан табысынан жылына бір рет барлық налогын төлеп біткеннен кейін тапқан табысынан сізбен бөліседі. Мен сізге пример ретінде айтып кетейін. Сәнім ханым, саламатсыз ба? Келді міне Сәнім ханым, жақсы болды. Менің апам тамаша келді. Сол кешегі Народный банк кешегі 23 жылы 30% табыспен шықты. 23 жылы сіз миллион теңге салсаңыз, жылдың басында, жылдың соңында миллион үстіне 300 мың теңге қосып алар едіңіз акциямен. Бір деп қойыңыз. Тура сол екінші список бойынша жатқан Банк Центркредит жатыр ма? Банк Центркредит миллион теңгеге 470 мың теңге табыс табар едіңіз. Өйткені 47%-пен шықты кешегі 23 жылы. Өте керемет нәтиже. Ал енді Каспий банктың акциясын алсаңыз, 23 жылдың басында январьда алсаңыз, декабрьде миллион 520 мың теңге табыс табар едіңіз, миллион үстіне 520 мың теңге табыс табар едіңіз. Міне жазып жатыр, 24.09-дан келді, 97.38-іне келіп жатыр сабаққа қатысайыншы деп міне. Пожалуйста. Ағайындар, міне. Осы сабақтар алып алсаңыз, өзіңізді бір-ақ рет үйренесіз. Тағы айтамын, оғандан кейін ғалымжан сізге керек жоқ. Ай сайын 10% алдыңызға инвестиция салып отырасыз. 10%-на акцияны аласыз отырасыз. Мына жаққа кіргізіңізші, әдет қылып. Тағы да айтамын, сіздің кредитіңіз бар. Именно қиын уақытта алу керек бұны ағайындар. Ең қысылып жатқан уақытта. Жай уақытта, спокойно уақытта алмайсыз соны. Именно қысылып жатқан кезде жасау керек. 10 мың теңгеге, 5 мың теңгеге, 2 мың теңге болмағанда алдыңыз бір. Ал сіздің кредитіңізден басқа өзіңіздің үйді балдарыңыз тамақ жеу керек. Продукты бар, дұрыс па? Одан кейін коммуслуг бар. Соған бір статья қосыңызшы, осы 10%-да. Міне. Және оны жұрттан бұрын сіз келе жатасыз ғой, или зарплатыңызды алдыңыз, или пенсияңызды алдыңыз. Келе жатқан кезде қолыңыздағы Народный банктың карточкасы болса, сразу инвестиция аударып жіберіңіз. Кешке жақын болса, мысалы. Каспий болып алатын болсаңыз, Каспийді Народныйға лақтырып жіберіңіз ақшаңызды. 10% ештеңе қарамаңыз, көзіңізді жұмыңызды салып жіберіңіз. Ар жағын Аллаға тапсаңыз, 90% сізге жетеді. Тапқан 100%-іңізден 10% даже байқалмайды ағайындар. 20% деп жатқан кісілер бар, ауыр тимесін, сіз бала-шағаңыз аш қалмасын деген жағдаймен айтып отырмын мен. Біреулер 50 болған ғой, ақшаны 50%-ін салып отырған, ол ауыр болады ағайындар. 20% средний. А бірақ қазір үйренемін деп жатқан адамға, алғаш келіп жатқан адамға 10%. Мен сіздерден жалынып сұраймын уже бар ғой. Өзіңіздің 10%-ын ақырын акция алып бастасаңыз, ақырын сіз 2 жылдағы жағдайыңыз, 2 жылдан кейінгі жағдайыңыз қазір жағдайыңыздан бөлек болады. Я вам за это отвечаю. 2 жылдан кейін жағдайыңыз бөлек болады. Қазір тауып отқан 120 мың ба, 250 мың ба, 500 мың ба ақшаңыз 2 жылдан кейін сізге пассив доход түсіп тұрады ғой. Жаңа кісі айтқан сұрағына жауап беріп жатырмын мен қазір. Сіздің акцияңыздың өзі тапқан табыс портфель в теңге деп тұрады, астынан яқты процент өкісіп көреді. Біреуде 15%, біреуде 25%, біреуде 30%, біреуде 50% болады бір күні. Бір күні 87% болатын жағдай болады. Өйткені ақша салған күні ше, мысалы. Сондай болады. Сосын мына жағында теңгемен көрсетіп тұрады. Біреуде 3 мың, біреуде 5 мың, біреуде 7 мың. Ақырын. Ол түседі де бір жағдай. Бірақ в основном
фондовый рынок деген бар ғой, постоянно жүре бермейді рынок деген. Түседі, көтереді, бірақ общий 5-10 жылға баратын болғаннан кейін по-любому сіздің портфеліңіз плюсте болады ағайындар. Жақсы? Сондықтан ағайындар, да, бұл нәрсені бір алуымыз керек міндетті түрде. Сіздің сабақты ұзақтығы қанша күн, онлайн ба, офлайн ба дейді. Онлайн сабағымыз бір апта оқимыз. Бір апта оқимыз, кәдімгідей келдіңіз, 5 күннің 6 күннің сабағы бар, как раз бірінші күн қаржылық сабақ, қалғандары 5 күн кәдімгідей не қыламыз? Күнде Народный банктың акциясын сатып алып отырамыз. Народный банкте акция сатып алып отырамыз. Пожалуйста. Бұл барлық қазаққа керек нәрсе. Сіздің телефоныңызда қазір не көп? Мобильный приложение көп, дұрыс па? Ішінде топ тұр ғой. Сол мобильный приложение қайсы сізге ақша тауып беріп отыр? Қайсы сізге табыс беріп отыр, айтыңызшы. Мен сізге айтайын, өзіміздің қарапайым, өздеріңіз күнде көріп жүрген Народный банктың ішінен карточкаңызды ашып алыңыз да, мобильный приложениесінің ішінде инвест деген раздел тұр. Басып жіберсеңіз, ішінде верификация өткеннен кейін что купить деп бассаңыз, ішінде Қазақстанда қанша компаниялар ұзыннан ұзақ тұр. Қандай акция аламыз десеңіз, пожалуйста, келіңіз курста, мен сізге бәрін көрсетіп беремін. Өзіміз сияқты қара көздер, бәрі біліп туған ешкім жоқ. Бәрі енді үйреніп жатыр. Жақсы ма? Сабақ сондықтан онлайн бір апта тегін болады. Сізге жауап бердім ғой да. 7156-дан келді, 2409-дан келді, 9732-ден келді. 3 адам жазылды қазір. Міне осындай сабақ болып жатыр ағайындар бізде. Барлығыңызға бірдей рахмет. Действительно. Мынау Аллаға қызмет, адамға қызмет дейді да. Мысалы, осы дүниеге мен келдім ба, әке-шешем дүниеге алып келді мысалы. Содан бері мені балалар бақшасында оқытты, мектепте оқытты, институтта оқытты. Ар жағында біз қызмет жасадық. Жұмыс істедік кәдімгі жалақыға, дұрыс па? Бірақ мен елге бергенім не деп өзім сұрақ қоямын ба? Жасым 53-ге келіп отыр. Сол қазір мен сіздерге беріп отырып, өзімнің қажет екенімді. Именно ораза ұстап жүрген кезде, именно осы үлкен сауапты жұмысты мен сіздермен бөлісіп отырғаныма, өзім білген білісіммен, білген біліммен сіздермен бөлісіп отырып, сол үшін қуаныштымын ағайындар. Қажет екен деп ше. Қалай қайда жазыламын дейді. 877-222-0498 менің WhatsApp нөмірім, соған жазып бересіз. Менде Народный бар, Каспий бар, пенсияны осыдан алам, қай банкты пайдаланам, пайдалы жағы дейді. Бір ғана Народный банкты ғана қолданасыз. Мен мына кісіге жазып берейін телефон нөмірімді. 8 707 222 04 98 менің WhatsApp нөмірім. Қайырлы күн, не жайлы эфир дейді. Саламатсыз ба, қалай жағдайыңыз? Менің есімім Ғалымжан, Астана қаласынан. Мұнда біздің қаржылық сауаттылық курсы өтіп жатыр. Тегін сабақ бір апта онлайн болады. Неге, не үшін жазылып жатыр дейді. Сол сабақты оқу үшін жазылып жатыр кісілер. Тегін оқиды. Міне WhatsApp-тан келді маған уже. Сол сабаққа қазір кіріп алсаңыз, бір апта оқып шығасыз. Өзіміздің Каспий банктың, Народный банктың, Кейселдің, Казатомпром сияқты компаниялардың акциясын сатып алып үйреніп жатырмыз. Алғашқы уақытта бір 500 теңге, 1000 теңгемен кіріп бастап, үйреніп бастасаңыз болды. Акцияны сатып алып бастап, үйрету менің жұмысым. Ар жағында ай сайын сізге бұл міндет. Өзіңіздің қазынаңыз, алтын қазынаңыз бұл. Золотой ваш запас, орысша айтқанда. Карточка ешқандай болмаса, Народный банкты ашықшы. Проблема жоқ қой, Народный банк ең барсаңыз ашып береді. Тем более, именно үлкен бөлімшелерге барғаны жақсы. Именно жаңағыдай Казкомның барлық, Каспийдің барлық отделениесінде тұр, мысалы, карточка сразу береді. Ал Народный банкте барлық жерде жоқ. Тек главный қаланың ортасында, аудан орталығындағы бөлімшелерінде ғана тұрады ол аппарат. Барған кезде сізге аты жөніңіз, mesela Ғалымжан Түкенбаев па, Ғалымжан Түкенбаевты сразу карточка беріп өтеді, сразу шығарып береді. Сондықтан именно үлкен банктерден бар. Орталықтағы бөлімшесіне алғаныңызға барғаныңыз дұрыс болады. Жақсы. Бір апта сабақ тегін дейсіз бе? Я тегін, әлде осы эфирді айтасыз ба тегін деп. Бір апта сабақ тегін. Ол сағат 1-дегі біз сабақ талқылауға келіп жатырмыз. Өткен сағат 10-ға дейін бізде сабақ беріледі, мысалы 80-81-ден келді, 72-61-ден келді, 71-56-дан келді, 29-09-дан келді. Черныйда болса ше кредиттер. Мен соны айтып отырмын ғой. Егер Народный банктен аша алмайтын болсаңыз, сіз блокта тұрсаңыз, кредитіңіз болса, ештеңесі жоқ. Біздің Freedom Bank, осы жерде тұр Freedom Bank бізді леберде, кредитный история қарамай береді карточканы. Во всяком случае, маған сөйтіп айтты. Мен өзім кредитный историямды бәрі дұрыс,
бірақ мен карточка барып алған кезде заказ бересің, сол кезде үйіңе телефонмен әкеліп, телефонмен заказ бересің, онлайн тіркелсең болды. Сен аты жөнін жазып алады да, сонымен сізге үйіңізге әкеліп береді. Астананың ішінде 1-2 күнде, Семей өткенде маған бір бауырым айтты 5 күнде деді, кімдікі Шымкентке 1-7 деп айтты, Атырауға 10 күнге дейін екен. Жақсы ма? Так, народныйға картама просто 2000 теңге салып қоям ба дейді. Просто салып қоясыз, сөйтіп сабаққа қатысқан кезде сол 2000 теңге қандай акция алатынын сізге айтып көрсетемін. Жақсы? Өз карточкаңызға өзіңізге аласыз акцияны. Маған емес. Маған аудармайсыз 2000 теңгені. Маған бермейсіз акцияны. Сіз өзіңізге аласыз. Бірінші осындай оқылайыншы ағайындар. Және мен Народный банктың, әйтпесе Каспий банктың, Центркредиттің, КСЛ-дің менеджері емеспін. Олардың акциясын сатуға жалданған дилер емеспін мен. Дұрыс түсініп қойыңыздар, жақсы ма? Өзің сияқты қарапайым қазақпын. Просто мына нәрсені көрдім, біздің қазақтар білу керек дедім, содан бері айтып бастадым мен. Жақсы? Так, мен бүгін Ақтаудан Астанаға пойызға отырамын, өміріне дейін қатыса алмаймын, қалай жазыламын дейді. Ничего страшного нет. Алла қуат берсе, одан кейін де, Құдай қаласа, ол сабақты береміз. Жақсы? Телефон нөмір айтыңызшы дейді. Жазып жіберейін мен. Бақоня дейді. 8 707 222 04 98. Сабаққа қойыңызшы дейді. Қосыңызшы деген шығар сөз. Сабаққа сіз телефон нөмірі, осындай телефонға WhatsApp-қа жазып жіберсеңіз ғана қоса аламын сізді. Телефон нөмірлер мен 3 па 4 адам қосылды уже. Қазір осыдан кейін мен тікелей эфирден кейін қосатын боламын. Хорошо? Сондықтан бүгін 16 топты құттықтаймыз ағайындар. Өте тамаша, өте жақсы болды, өте керемет. Мен кеше как раз жексенбі күні сабақ деп как раз YouTube-ға салып жібердім. Осы жерден көрем деген кісілер болса, кешегі сабақ қалай болды деп, мысалы, мына жерде шапка профиліге өтсеңіз, лайк қойып кеткеннен кейін, ар жағында сол именно YouTube-тың сілтемесі тұр, Telegram-ның сілтемесі тұр. Екеуінде де каналдың аты бір аталады. Табыс табу, сақтау және көбейту деп аталады менің каналым аты. Соған кіріп аласыздар, сонда маған TikTok бүгінгі мысалы видеоны жаңағы прямой эфирді скачать етуге, жүктеп алуға рұқсат берсе, мен сіздерге YouTube-қа, Telegram-ға саламын. Жүктемесе, онда прямой эфир сатылмайды андай. Сразу айтып қойын жағдай, жақсы ма? Қашан басталады? Сабақ күнде болып жатыр бізде. Сабақ күнде болып жатыр. 2 күнде бір топ құрылып жатыр. 2 күнде бір топ құрылып жатыр. Сабақ 13-те бастала ма емес, сабақ бізді таңғы сағат 10-ға дейін деп отқанда, сағат 7:30-да мен бүгін беріп жатырмын. 7:30-да 8-ге дейін беріп жатырмын сабақты. Сол сабақты сіздер кешкі сағат 6-ға дейін дедлайн. Бір қатты қиын емес, 6-ға дейін дейтін нәрсе емес, 2-ақ минутте сатып алатын акция. Сабақ 13-те басталма дегенде, сабақ 13-те именно сабақ талқылау болады. Сіздің ішіңізде сұрақ қалды ғой мысалы. Мен мынаны түсінбедім деген сұрақтарыңызды жазып жіберіңіз, әйтпесе осы жерде прямо қойсаңыз болады. Сол сұраққа мен сізге жауап беремін. Өйткені мына жерде жалғыз сіз емес ағайын. Соның барлығы бірге отыр. Именно сол сұрақтармен отыр да оларда. Сол сұрақтың жауабын алды ма? Жақсы. ертең дегенде басқа сұрақтың жауабын аласыз. Сіз бір айдың ішінде барлығын толық бітіп шығасыз ғой. Сіздің қаржылық сауаттылық дегенде бұл анау айтқанша дәу нәрсе емес ағайындар. Өзіңіз жақсы көріп бастасаңыз, өзіңізге өзіңіз 10%-ыңызды қиып бастасаңыз, өзіңіз аударып, мысалы, инвестиция жасағанда бірінші өзіңізде бастасаңыз, өзіңіз жақсы көріп бастағаннан кейін. Бұл ең бірінші нышанында жақсы көрудің. Онан кейін бар дүние келеді да сізге. Дөңгелеп келеді. Так, ол қандай дайындық керек, банктердің картасы болу керек пе қолымызда дейді. Народный банктың карточкасы болса жақсы болар еді. Народный банктың мобильный приложениесі болса, карточка ашылған, тіпті жақсы. Ал Народный банктың ішіне хотя бір 1000-2000 теңге салып келсеңіз сабаққа, одан жақсы. Саламатсыз ба, план жазып бастадым дейді. Молодец, жақсы бала. Керемет. Жоспар, ағайындар. Бұл жоспарды міндетті түрде бәріміз бірдей мақсат жазған кезде әдемілеп ойланып бір жасайтын нәрсе. Сізге айтайыншы мен. Бұл мақсатсыз ешнәрсе болмайды екен. Мен көрген адам бәрін түгел. Мақсатсыз да, мақсатпен де, мақсат жазып тұрып тастап та кеткен уақыт болды. Что скрывать? Менде де тірі адам ғой екен. Ал жазып бастаған кезде, последовательно жазып бастағанда, күнде жазып бастағанда, бір ай көп болады. 21-22 күнде бірінші алғашқы нышандар шығады. Сол 10-ның уже біреу орындалып бастайды, сенесіз ба? 10-ның біреу орындалып бастайды. Жазбаңыз, жаздыңыз ба, ол орындалып бастайды. Сондықтан жазардан бұрын ойланыңыз да, нені жазамын деп. Сізге действительно қажет пе, жоқ па?
Және бір айтайын тағы да, ол мақсат жазып тұрғаннан кейін өзгере береді. Сіз адамсыз ғой өйткені, сол кезде орнын ауыстырсаңыз болады. Қатып қалған нәрсе емес ол. Мақсат сіздікі ғой, біреудікі емес. Бірінші. Одан кейін жазып бастаған кезде, орын алып бастаған кезде, орнына уже басқасын жазасыз. Жақсы ма? Сондықтан мына қолға ручканы, мына общий тетрадьты тастамаңыз. Сізге өмірдің соңына дейін бұл сізге серік болсын. Сіз ойыңыз жазасыз бұл жерге. Не деген әдемі маржан ойда келеді сізге. Бұл басы бұл ағайындар. Бұл ақша көбейту, табыс табу, бай болу деген сіздің как личность өсуіңізге тек қана себепші болатын жағдай ғана. Сіз өзіңіз как личность өсіп бастағанда рухани көркем мінезіңізбен осы Рамазан айында мысалы ше, Алланың сүйікті құлы болып бастаған кезде ақша ол сама собой артыңыздан жүгіріп келетін нәрсе болады. Сіз не хочу десеңіз артыңыздан құйып төгіп жататын болады. Сіз соған жетіңізші. Соны ең алғашқы баспалдағына келіп тұрмын сізге. Сондықтан ағайындар, жазудан ерінбеңіз. Мақсат сіздікі. Оны ешкім алып қоймайды сізден. Өмір өткен сіздікі да. А бұл өмірге біз бір рет келдік па, жадырап жайнап өтейікші бірден. Жадырап жайнап өтейік, бақыт өтейік бұл өмірден. Келдік қой. Өзіміздің отбасымызға, бала шағамызға бір жақсы көзбен қарайық. Сіз өзгеріңізші бірінші. Жан-жағыңыз бәрі өзгереді. Рахмет айтып бастаңыз. Өзіңізге. Етеніп сипап отырып, молодецсің сен, тамашасың ғой деді. Қазіргі уақытта акция жоқ бағалатын дейді. Қазіргі уақытта бар, әлі 2 ғой сағат. Сағат 5-ке дейін дейміз, бірақ сағат 3-ке дейін алып қойсаңыз жақсы, аржанда 2 сағатта сіз орында алуы мүмкін өйткені. Жақсы 5-ке дейін тақамаңыздар акцияны, ағайындар. Бұл көрген нәрсем мен. Сағат 5-те алып, ол орындалмай қалып, одан кейін субботаға сеңіп түсіп, аржанда понедельник күні келіп жатқан жағдай барады. Сағат 3-ке дейін алып қойыңыз. Обедтің уақытында мысалы 1 мен 2 жарым ортасында шай ішіп отырған кезде яғни тыртық 2 акцияны сатамыз. Бірден кейін бір акциядан сатып алыңызшы. Болды, ешқандай қиын ештеңе жоқ. Бір көріңіз, үйреніңіз. Бір-ақ рет көріңіз, үйреніңіз. Басқа ештеңесі жоқ ағайындар. Қалай не алу керек дейді. Көкем сол менің. Бізде қаржы сауаттылық курсы өтіп жатыр. Соны біз Қазақстан қор биржасында өзімізді көріп жүрген компаниялардың акциясын табатырмыз. Қазмұнайгаз, сізге айтып жатырмын, акция қандай акция деген. Қазмұнайгаз, Кесел, Народный банк, Каспий банк, банк кредиттің акциясы общий сан 9 акция бар. Құдай қаласа келесі сабақтарға біз Қазақтелекомды қосамыз. Бүгінгі сабақта Марат мырзаның маған ойын тастады. Осы қашан қарап жүрсің, одан да программа қоссай деген нәрсе келді маған. Народный скачать етеміз сосын дейді. Жоқ, народный скачать ететін бұрын сіз бірінші Народный банктың карточкасын алып алыңыз. Теңгевой, мультивалютный разница жоқ. Бірінші карточкасын алып алыңыз. Өйткені скачать еткен сізге бонусный карта сұрайды. Бонусный карта емес бізге керегі. Бізге карточкасы. Именно ақшаны пополнить ететін карточка керек та бізге. Сіз Народный банктың карточкасын пополнить еткеннен кейін барып қана ішіндегі инвестшотта отырасыз. Народный банктың жаңағы точкасы халық емес ішінде отыр. Мобиль біразын ішінде отыр. Соның ішінде аласыз да, бұл халық емес деген кассенің Қазақстан қор биржасының брокері. Бізге фондовый рынокқа біз прямой кірамаймыз Қазақстан қор биржасына. Оған тек брокерлер арқылы кіреміз. Бұл Народный банк бар, жаңа айтқан Фридом банк бар, Жусан банк бар, тағы да бар. Бірақ Народный банкты мен таңдап алдым, өйткені Қазақстанның бұрыш-бұрышында адамдар ала алсын деген жағдаймен. Сатып алуды үйрену керекпін, үйретесіз ба дейді. Мен үйретемін деп отырмын ғой соған, көкем ау сол. Маған жазып жібересіз, жаңа телефонды азбымен 77-222-0498. Болды. Ар жағында осы сізбен бірге отырған адамдар 46 адамның барлығы бірдей білмейді осыны. Енді оқып жатқан бар, оқып кеткен бар, оқып жатқан кісілер бар, соның бәрі енді үйреніп жатыр. Каспийдің қайсысына алған тиімді доллармен тұрғаны ма, әлде теңгемен ба дейді. Өте жақсы сұрақ қойдыңыз сіз бар ғой. Мен ең әлсіз жерін ұстадыңыз. Каспий банктың теңгесі 58-59 мың болып тұр, шамасы дұрыс па? Бұл Қазақстан қор биржасындағы бағасы. Мен сізге жауап берейін ағайындар. Ал енді Каспий банкта долларлар, бұл біздің лондонский фондовый биржа, LSE деп аталады. Сол жерге осыдан қанша жыл бұрын ол жаққа листингтен өтіп, ол жақта да акция сатылып жатыр қазір Лондонда. Енді кешегі январь айында, қаңтар айында Қазақстандағы бірінші компания Найс деген фондовый биржа бар, американский. Соған біздегі листингтен өтті Каспий банк. Сонымен қазір как LSE-де, лондонский фондовый биржа, только и американский фондовый рынокта доллармен сатылып жатыр Каспийдің акциясы. Жаңа бүгін арзандап тұрдым ғой сізге, 113-102-109-ға түсті мысалы. Енді сіз ойлаңыз, егер сататын болып жатсаңыз, сату ғой мысалы нәрсені. Бұл ликвидный товар деп айтты мысалы. Сіз срочно сату керек болатын болса, сіз теңгемен Қазақстан ішінде ғана, қазақтар ғана алады сіздің теңгемен ақшаны, акцияңызды.
ал егер сату керек болатын болса, дүние жүзінде Лондон бар, еще американский қор бәрінде доллармен сатып жатқан кезде, Қазақстан ішінде 20 миллион халық болса, дүние жүзінде сіздер білесіздер қанша миллион халық барында, соның барлығы именно арабтар жасап жатыр қазір. Солар тез сатып алып жатыр да, доллардың бағасымен біріншіден сіз тез сатасыз сатып жатқан кезде. И сатып алып сатқаннан кейін движение жақсы жатқан кезде ол акцияның өзі жақсы қозғалады да. Екі деп қойыңыз. Үшіншіден сіз теңгемен алғанда 22% инфляцияны айттық қой сізге. Сол сияқты 22% инфляция жоқ та, ол доллармен уже тұр. Түсіндіре алдым ба сізге? Фишкасын. Доллармен алсаңыз, оның депозиті жаңа айтып отқан дивиденді де сізге сол түсу күйінде келеді да, доллармен төлейді бір жақта в отношении теңгемен. Баламасында теңгемен баламасымен. Өйткені Қазақстанда теңгемен ғой жүріп жатқан ұлттық валюта. Доллармен төлейді сізге, бірақ сізге түскен кезде теңгемен түседі ол. Дивиденді. Сондықтан енді таңдау жасаңыз енді. Маған салса, Каспий банктың тек қана долларлық қана акциясын алар едім мен. Алып жатырмын, бірақ сізге соны ұсынар едім да. Теңгемен алсаңыз қате емес ол. Конденсат жасамай бірден теңгеге сатып алыңыз, ештеңесі жоқ. Оның да бағасы әдемі өсіп жатыр. Зәуре ханым, нені түсіндіріп жатырсыз дейді. Менің уақытым болып қалды, туысқандар. Бұл жерде қаржылық сауаттылық курсы Қазақстан қор биржасындағы өзіміздің көріп жүрген күндегі банктеріміз, әртүрлі компаниялар. Соның акциясын сатып алуды үйреніп жатырмыз. Қаржылық сауаттылық курсы тегін онлайнда. Народы теңгемен аламыз ғой дейді. Да, теңгемен аламыз народыйда. Сізге жауап бердім ба, Зәуре ханым? Сабаққа келіп жатсаңыздар, міне осы нөмір 8707-222-04-98. Ар жағында бір апта тегін оқып шығасыздар. Бір рет үйреніп аласыздар. Одан кейін ай сайын өзіңіздің табысыңыздың 10%-ына аласыз отырасыз. Бұны бір кайфіне кірсеңіз ағайын, бір ләззатын алсаңыз ғой, сіз ешкім тоқтата алмайды сізді. Ертең нешеде сабақ болады дейді. Ертең сағат 10-ға дейін, Құдай қаласа, Алла бұйыртса. Ал түстегі сабақ бүлгіде, сабақты алып сағат 1-де осы жердеміз. Күнде осындамыз. Алла қуат берсін сіздерге, маған. Бәріміз бірге осы жерде келсек. Жақсы ма ағайындар? Алла разы болсын. Өте жақсы, күшті сабақ болды. Бәріңіз бірдей. Сабақ қайда өтеді? WhatsApp-та. Бәріңіз бірдей өте жақсы активный боласыздар, керемет. Бәріңіз бірдей табысты болыңыздар, бай болыңыздар. Ең алдымен бақытты болыңыздар ағайындар. Біздің қазақ байысын. Рахмет назарларыңызға.